Қазақстан, Өзбекстан мемлекетін құбыла батыста Түркменстан, арқа батыста Қазақстан менен шекараластырушы, жері бай, халқы абат, өз байрағына, өз гербіне һәм гимніне ие суверенлі республика. Гарессізлік дәуірінде халық қожалығының бәрше тарауы заман талабына сай, арауаш тапқан бұл өлкөде бүгінгі күні 90-ға жақын миллет уәкіллерінен ібарат 1.600.000-нан астам халық бақытлы тұрмыс кешірмекте. Пақта Қарақалпақ халқының тикарғы байлығы. Республикада 104.000 гектар жерге қауаша егіліп, диқандарымыз бұл бойынша мемлекеттік шартнаманы әр жылы Өзбекстанда біріншілерден болып орынлауға еріспекте. Тарауды рауажландыруда Шамұрат Мұсаев атындағы диқаншылық ілім ізетлеу институтының ілімпаздары қарессізлік жылларының өзінде қауашаның бірнеше жаңа сортларын жаратып, оларды толық районластыруға ерісті. Жергілікті ықлымға бейімлескен бұл қауаша сортлары өзінің зүрәятлілігі һәм жоғары сапалылығы менен ажыралып тұрады. Республикамыздағы пақта тазалау заводлары заманауи техникалар менен қайта реконструкция ісленді. Бүгінгі күнде Қарақалпақ пақтасы жәһәннің түрлі мемлекеттеріне экспорт етілмекте. Ғаллешілік, ғарессізлік жылларында қайтадан қолға алынған диқаншылықтың жаңа түрі болып табылады. Еліміздің дән ғарессізлігін тәминлеуде диқанларымыз әдеуір тәжірибе топлады. Тәжірибелі Ғаллекеш Ағытай Әдилов республика диқанлары арасында бірінші болып Өзбекстан қаһарманы деген хүрметлі атаққа ие болды. Біздің шіркет қожалығымызда түзілген фермер қожалығы барлығы болып 16 қожалық түзілді. Оның алдында жәрдемші қожалық есебінде жүзілген фермер қожалықтармен қазіргі күні біздің аймақта 28 фермер қожалығы әрекет етеді. Соған біз қазіргі кейінгі уақытта менің атқарып жатқан қызметім МТФ-ның басқарушы болып істейміз. Қожалығымызда қазір техникамен толық қамтамасыз етілген. Қазіргі күнге бізде 37 дизель трактор 75 Алтай, 4 МТЗ Т-150 тракторы, жақында міне Белорусиядан 12-21 деген жер сүруші кішкене Магнум типіндегі 2 трактор алдық. Сонымен барлығы болып бізде 43-те жер айдау механизмдері бар. Соған қосымша пақталардың қатар арасын істейтін 13 культиватор, 2 ОБХ тұрақты түрде осы қожалықта фермерлерге қызмет етеді. Одан тысқары әрбір фермерге бір транспортный трактор менен олардың барлық ауыл қожалық құрал саймандары менен толық тәміндедік. Фермер қандай болу керек? Фермер ең кемі 50 гектардан төмен болмау керек. Ол өзінің аспап үскінелеріне, ауыл қожалық техникаларына, машина тракторларына, қатар істейтін тракторларға ие болу керек. Біздің районымызда міне кімнің Сәрсенбайдың фермер қожалығы бар. Өткен жылы мінекі президент сауғасына ие болды. Әлбетте бұл жігіт бастапқы уақыттардан фермер дүзген уақыттардан бізге келіп, бізден ақыл кеңес сұрап, бәрі істебеді. Міне Құдайдың берген бұның халқы да тоқ, өзінде кеулі тоқ, барлық техникасын жамдестірді. Жер сүру тракторларынан бастап комбайндарға дейін ие болды. Міне осындай болса, барлық фермерлеріміз гүл үстіне гүл болар еді. Тайымбет фермер қожалығының баслығы Сәрсенбай Сейтназаров республикамыздағы ыдыралды фермерлердің бірі. Өз қожалығында пақта, бидай, палыз егілері, бақшылық һәм мал шаруашылығы менен балықшылықты да тең рауажландырып кетірген зәбердес
іспілермен. Сәрсенбай Өзбекстан көлемінде өткерілген Ташаббус 2007 таңлауында жоғарғы көрсеткіштерге ерісіп, президент сауғасын алуға миясар болды. Республикамызда сырт ел инвестициялары жәрдемінде қоспа карханалар ашу істері де ізбе-із жолға қойылмақта. Жылына 30 миллион дана піскен гербіш тайырлайтығын Қытайдың Дунтай компаниясы менен бірлікте құрылған Нөгіс районындағы Ақмаңғыт Дунтай гербіш заводы бұның айқын дәлелі болып табылады. Жаңадан реконструкция істенген Беруни май заводы жылына 40 мың тоннадан астам техник жігітті қайта істеп, оннан 7 мың тоннаға жақын қадақланған ақмай істеп шығару мүмкіншілігіне ие. Сондай-ақ, соңғы жыллары Қожелі һәм Шымбай май заводлары да заманауи жаңа техникалар менен үскөнеленді. Бұл карханаларда да қадақланған май шығару жұмыслары қолға алынып атыр. Еллік қаладағы Элтекс тоқымашылық карханасы қарессізліктің дәслепкі жемістерінен болып есепланады. Бүгінгі күнде Өзбекстан, Австрия, Бангладеш қоспа карханасы болып аталған бұл кархана Қарақалпақ бақтасынан тоқып тігілген әр келі таяр өнімлерді дүнияның түрлі мемлекеттеріне экспортқа шығарады. Қарақалпақстан бір уақытлары өзінің ақмарқа, суын һәм сазанлары менен дүнияға даңқ таратқан еді. Лекін өткен әсірдің 70-80 жылларына келіп, Арал теңізінің тартылып кетуі менен балықшылық тарауы үзіліске түсе бастады. Осындай пайытта еліміздің жанкөр іспілермен азаматлары балықшылық тарауын қайта тіклеуге белсене кірісті. Нөгіс балық жауапкершілігі шекленген жәмиеті бастығы Нұрмағамбет Пірімбетов бұл тарауда көзге көрінерлік нәтижеге ерісті. Ол Кегейлі районындағы көлемі 4390 гектарлық Дауыткөл, Түркменстан Республикасындағы Сарқамыс көлінен 1000 гектар майданды ижараға алып, балық аулауды қайта тікледі. Соның менен бірге ол жақын жерлерден бірнеше кіші хәуіздер қазып, онда балық питомнигін түзу һәм Қарақалпақстан көлдерін балықландыру жұмысларын жақсы жолға қойды. Мәмлекетімізді Европа менен тұтастырушы Қоңырат Бейнеу аралығындағы ұзынлығы 243 километрге созылған жібек жолы әсіріміздің ірі тарихи уақияларының бірі болып қалмақта. Дүниежүзілік стандартқа жауап беретұғын бұл жол жақын уақытлар ішінде Қоңырат менен тұтасады. Үстірт 21-ші әсірдегі Өзбекстанның келешегі деген еді хүрметлі президентіміз Ислам Каримов. Россияның зарубеж нефтегаз жабық түрдегі акционерлік жәмиеті мәмлекетіміз геологлар менен бірлікте үстірт кеңістігінен газ һәм нефт кәнілерін қыдыру жұмысларын қызғын қолға алып, президентіміз айтқан жарқын келешекке дәстепкі қадемлер қойылмақта.
Өзбекстан Ilmler Akademiyası, Qaraqalpaqstan bölümünün ilmpazları, təbiət байлықларын, жер асты қазылмаларын ізетіліп, оларды санаат, ауыл һәм халық қожалығының басқа да тарауларына енгізуде ірі ilmi жұмыстарды алып бармақта. Әзір еліміздің жоғары оқу орындары менен ilmi мекемелерінде 5 академик, 70-ге жақын ilm докторлары, 700-ден астам ilm кандидатлары бар. Мәмлекетіміз ғаресізлігінің шарапаты менен халқымыздың хүждан еркінлігі тәминленді. Бірнеше 10 жылдар давамында қадірсізденіп келген милли қадіриyatlарымыз қайтадан тікленді. Оллы уламаларымыздың қараусыз қалған мақбаралары қайта оңланып, бүгінгі күні халқымыз тауап ететұғын мұхаддес қадем жайларға айланды. Халқымыздың милли қаһарманы Алпамыс, президентіміздің Алпамыстың 1000 жылдығын белгілеу хақындағы қарары мünәсәбетіменен ярым әсір үзіліспеден кейін қайтадан сахна жүзін көрді. Ғаресізлік дәуірінде бірінші Қарақалпақ милли операсы һәм балеті пайда болды. Бұл милли мәдениетімізді қайта тіклеу һәм жетілістірудегі үлкен адым еді. Әсіресе, Өзбекстан президентінің 2008 жыл 28 апрелдегі Өзбекстан көркем өнер институтының Нөкс филиалын шөлкілместіру іләжлары хақындағы қарары Қарақалпақстанда көркем өнерді бұннан былайда раважландырудағы ірі тарихи уақия болды. Институт филиалы 2008-2009 оқу жылы үшін республикамыздың ең талантлы жастарынан таңлап алып, дәстепкі қарлығашларын қабыл етпекте. Көркем өнер һәм дөретушілік тарауында еліміздің көзге көрінген жастары лайықлы бағаланбақта. Бүгінгі күнге Қарақалпақстанлы жастардан 5-еуі Нихал сыйлығының, 9-ы Зүлфия сыйлығының лауреатлары болды. Президентіміз жас әулет тәрбиясына айрықша әтбар беріп, әулетларымыз бізден көре ақыллы, білімлі һәм бақытлы болулары шарт деген еді. Мектепке шекемгі тәрбия мекемелерінде жас әулетларды тәрбиялау жаңаша бағдарда жүргізілмекте. Балалар бақшаларда дем алу менен бірге әрбір баланың жеке қызығушылығына қарай тәрбияланады. Яғни, жас өспірімлердің келешекте кім болуы, қандай мамандықты иелеу мүмкіншілігіне дәстепкі тикар салынады. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің
2004-2009 жылларда мектеп тәлімін раважландырудың мемлекетлік бағдарламасына муапық республикамыздағы ұлыма білім беретуғын 751 мектептің 626-сына инженер-коммуникациялық инфрадүзілісін түптен жаңалау һәм капитал реконструкция ету нәзерде тұтылған. 2007 жылдың аяғына келіп, 344 мектеп талап дәрежесінде қайта реконструкция ісленді. Биылғы 2008 жылы 137 мектепте ұсындай ірі оңлау жұмыслары жүргізіледі. 6 мектеп қайтадан салынады. Жаңадан реконструкция ісленген мектептердің әммесі Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 2004 жыл 21 октябрдегі қарарына муапық жаңа мебель һәм лабораториялық әсбап үскінелер, компьютер техникалар менен тәминленген. Бүгінгі күнде Қарақалпақстанда 6 академиялық лицей, 78 кәсіпөнер колледжлері болып, оларда 66 мыңға жақын жас өспірімлер тәлім алмақта. 2005-2006 жыллары Азия һәм Япония араважлану банклері кредитлері есабынан Беруни, Маңғыт, Қараөзек, ауыл қожалық кәсіпөнер колледжлерінде мини-фермалар һәм ауыл қожалық өнімлерін қайта істейтұғын мини-цехлар құрылды. Польша мемлекетінің кредиті есабынан Нөкіс политехника, Нөкіс жеңіл һәм азық ауқат, Дүрмен һәм Қараөзек ауыл қожалық кәсіпөнер колледжлерінде әр келі мини-цехлар құрылды. жылы август айында мемлекетіміздегі ең ірі құрылыстардың бірі болған Қоңырат сода заводы іске түсті. Жылына 100 мың тонна кальцийленген сода істеп шығаратығын бұл гигант кархананың іске түсу мүнәсібетіменен мемлекетіміз президенті заводқа келіп, ішшілер менен ұшырасты, һәм завод өнімлерінің әхметі хақында бағалы пікірлерін білдірді. Еліміз ғаресіздікке еріскеннен соң, мектеп сабақлықларынан бастап, жоғары оқу орындарында да оқу бағдарламалары қайта істеп шығылды. Мектеплер, оқу орынлары һәм республикалық мәлімлеме кітапхана орайлары жаңа сабақлықлар һәм ғаресіздік дәуірінде дөреген әдеби кітаплар менен толысып атыр. Экологиялық қиыншылықтарды бастан кешіріп атырған халқымыздың денсаулығын сақлау мемлекетіміз алдындағы тикарғы вазипа болып есептелінеді. Бүгінгі күнде республикамыздағы емдеуханалар кеселіклерді анықлау һәм диагностика тарауында оға да зәрур болған шет елдерден әкелінген ең соңғы техникалар менен тәминленген. Бұндай жетіскерліктерге тек қана қала һәм район орайындағы емдеуханалар ғана емес, ал түпкірдегі ауыллық шипакерлік пунктлерде ерісіп атыр.
Жасы үлкен адамларды hürmetlеу халқымыздың қанына сіңген қасиет. Нұраниларды ардақтап, олардың елімізге еткен қалсына қызметлері үшін ғаресіз елдің бақытлы инсанлары сыпатында hürmet іздетке бөлеу бүгінгі күннің әбіратлы істерінен болып есептелінеді. Тақиятастағы ұрыс һәм минет ветеранлары санаториясына келіп дем алып емленген әр бір инсанның санатория қызметкерлеріне деген міннетаршылықтары шексіз. Елліқала районындағы Ақшакөл бойында құрылған Арал балалары атлы лагері әр жылы бірнеше жүздеген мектеп оқушыларының сүйіклі демалыс орайына айланды. Еліміздің келешек әулетлары бұл лагерде әр жылы көплеген достар арттырып, катерде көлге саяхат етіп, демалыс уақытларын кеулі өткермекте. Науқыран әулет 2008 жас өспірімлер арасында өткерілетін спорт ойынлары Қарақалпақстанда бүткіл халықлық байрамға айланып кетті. Спорт ойынларының әр бір күні бәрше қатынасушылардың естерінде мәңгі қаларлық дәрежеде кеулі һәм достық мөнәсәбәтте өтті. Республикамыз спортшыларының Науқыран әулет 2008 спорт ойынлары нәтижесінде командалық есапта бірінші орында алуы республикамыз халқын шексіз қуанышқа бөледі. Спорттың тай бокс түрі бойынша 5 мәртебе жаһан чемпионы болған жерлесіміз Еркінбай Құтыбаев бүткіл Өзбекстанды дүнияға танытты. Бүгінгі күнде оның жолын дауам етіп атырған еліміздің ұл һәм қызлары, дүния еллері спорт ареналарында еліміз байрағын бәлен көтеріп атыр. Президентіміз 2008 жылды жастар жылы деп белгіледі. Осы мөнәсәбәтке байланыслы республикамыздың барлық тарауларында әбіратлы істер істелмекте. Тақиятас қаласында салынған 32 қожалыққа арналған тұрақ жайдың жастарға берілуі, Нөкістегі Сәрбіназ массивінде Амир Темур көшесі бойынан тікленіп атырған тұрақ жайлардың жас қожалықтар үшін салынып атырғанлығы жастарға деген қамқорлықтың айқын дәлелі. Аққу құслар көлге қайтып, дәриядағы су ұлайтып, қарлы қашлар қосық айтып, табиаты бай ел болады. Бір жағадан бас шығарып, бірлікпенен даңқ шығарып, үстіртімнен газ шығарып, нефт кәні көл болады.
Garezsizlik devranı var. Halkımның ne armanı var. Jurt basıday serdarı var. Yeldin ırskı mol boladı. Hiç nasıl almaz